қыздырып қоямыз. Елі қанғаннан кейін видеода көрсетілгендей қылтыртып бөліктерге бөлеміз. Содан кейін оны дөңгелектеп 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін барлығын ұнға малып шығамыз. Келесі кезекте оқтаумен қамыр қылдыртып жаямыз. Енді жусайымызды турап, жіңішкелетіп кішкентай қылдыртып тураймыз. Содан кейін пиязымызды тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін, дайындап болғаннан кейін араластырып, кішкене тұз себеміз. Келесі кезекте сары майымызды газға ертіп аламыз. Ергеннен кейін оны жайылған қамырымызға жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін жусайымыз бен пиязымызды қамырымызға салып аламыз. Салып болғаннан кейін қамырымызды видеода көрсетілгендей қылдыртып бүктейміз. Қамырымызды бүктеген кезде, яғни бүктеп болған кезде оны қызып тұрған табаға пісіреміз. Табамызға май құйып пісіреміз. Осылай табамызға салып аламыз. Бетін 5 минутқа жауып қоямыз. 5 минуттан кейін осылай келесі бетіне аударып, асты піскеннен кейін оны тарелкамызға алып аламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий алдырып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.